Қайырлы күн достар, бүгін біз сіздермен бірге өте оңай дайындалатын торт жасайтын боламыз. Оған керек заттар: сүт, ванилин, жұмыртқа, ұн, қант және сары май. Ендеше біз бастаймыз. Бірінші қантымызға ұнымызды қосып араластырамыз. Ванилинімізді қосамыз. Содан кейін жұмыртқамызды қосып барлығын бірге араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін сүтімізді қосып бастаймыз. Сүттің бәрін бірге қоспаймыз, жарты-жартыдан қосып отырамыз. Міне дайын болды. Енді кезекте кремімізді газға құйып, үнемі араластырып отырамыз. Міне біздің креміміз дайын болды. Енді газдан кремімізді алып, сары майымызды қосамыз. Сары майымызды қосқан кезде оны блендермен немесе қаспен араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін креміміздің бетін жауып, креміміздің суығанын күтеміз. Корждарымызға керек заттар: ұн, қант және мұздатқыштан шығарылған сары май. Ең бірінші ұнымызға сары майымызды аунатып, үккіштен өткіземіз. Өткізіп болғаннан кейін оны қолмен араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін қантымызды қосамыз. Тағы да араластырамыз. Енді кезекте табамызды қыздырып, май қоспай пісіреміз. Піскен кезде осылай сарғайып піседі. Енді оны бөлек ыдысқа алып, суыған күтеміз. Содан кейін тарелкемізге салып аламыз. Кремімізді құямыз пакетімізге. Енді кезекте тортымызды жасай бастаймыз. Әрқайсысын осылай қайталап отырамыз. Міне біздің тортымыз дайын болды. Өте жұмсақ кесіледі. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте жұмсақ. Іші осылай шығады. Егер бұл видео сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, подписаться етуді ұмытпаймыз. Астарыңыз дәмді болсын.